зейініміз ашылу үшін біз қазір жаттығу жасаймыз. Қандай жаттығу жасаймыз? Қоян мен мысық деген әнекей қоянның құлағы бар, мысық. Бірге жасаймыз. Бірге. Енді екі қолды ауыстырамыз. Шығып көрсетеміз міне маған. Әнекей көрсетіп. Екіншісін ауыстырамыз. Қайтадан. Ауыстырамыз. Әдемі болып көрсетіп отыр. Өте тамаша балалар. Екінші қолды ауыстырамыз. Жарайсыңдар балалар. Келесі кофе таяқшасы арқылы сіздерге ашық сұрақтар қоямын. Қолындағы кофе таяқшада қай баланың аты жазылған, сол бала орнынан тұрып жауап бере алсын. Жан сезім. Қазақ тілінде неше әріп бар? 42 әріп. Олар нешеге бөлінеді? Қандай? Өте тамаша отырады. Ерасы. Дауысты дыбыстардың ережесіне қалай айтылады дауысты дыбыстар? Әндесіліп, еркін айтылады. Отырады. Келесі Аида. Аида. Әріп дегеніміз не? Отырады. Келесі көкет аяқшасында менде Айзере. Дыбыс дегеніміз не? Дыбысты. Жақсы, отырады. Келесі маған айтады. Ясина. Дауыссыз дыбыстар. Қалай айтады? Егерге. Өте тамаша отырады. Өте тамаша отырады. Мұхамеджан. Өте жақсы отырады. Әріптер тізбегі дегеніміз балалар жұптық жұмыс. Бұл жерде біздер берілген әріптердің ішінен буындарды іздейміз. Буындарды табады екенбіз балалар. Әріптер беремін. Буындарды әріптердің ішінен буын табамыз. Маған тақтаға бір оқушы шығып, мына жерден буын табу керек. Аида шыға. Бірінші жолдың ішінен маған буынды тауып беремін. Қалғандарды жұмыс жасай береміз. Жұп болып жұмыс жасаймыз. Мынаның ішінде көзбен қарап шық, қандай буын көріп тұрсыз біз өткен? Жайлап өзіңмен жүргізіп өтіңіз. Қандай буын бар? Ла деген буын бар дейді. Өте жақсы. Тағы қандай буын бар? Бірінші жолды қарап шық. Ары дейді. Өте тамаша. Отыра отырған. Ағынет, екінші жолдың ішінен бізге буын тауып береді. Қандай буын көріп тұрсыз біз өткен буындардың ішінен? Қандай буын өттік, соны маған айтады. Ла. Өте жақсы. Тағы. Бастамастан жүріп отырамын. Қандай буын өттік мынаның ішінен біздер? Екі әріптен тұратын буын, үш әріптен тұратын буын. Ағынет. Ала қай жерде тұр? Көрсете қойшы. Қай жерде тұр ала деген сөз? Өте жақсы. Өте жақсы. Тағы қандай сөз бар? Ағынет, қарап шық. Екінші жолды қарап шыға. Қараймыз. Көрсете қой. Қайсы ара деген сөз? Өте жақсы. Одағы. Соңғы жолда қандай буын бар бізге айтып беремін. Соңғы жолды қара. Қайсы бір ұстап көрсетіп. Жарайсың. Тағы қандай сөз көріп тұрсың? Көрсете қой. Өте тамаша. Отыра қой. Балалар, алдымыздағы ғой. Балалар, біздер сабақты бекіту барысында бинго ойынын ойнаймыз. Ойынның шартымен түсіндіріп өтейін. Қолдарындағы жетондарды ұстап отырасыздар. Менде тақтаға назар аударамыз. Бинго ойыны. Қараймыз. Бұны қай жерден көрдік балалар біздер бинго ойынын? Қай жерден? Мультикте, телевизорден көрдік. Қарай балалар. Мына жерде сандар не істеп жатыр? Араласып жатыр. Мен қазір осы жерде сандардың біреуін тоқтатам, сол кезде мына жерде қандай сан шығады? Сол адам орнынан тұру керек. Неше деген сан шықты? 5 деген сан шықты. Иә? Бинго. Өте тамаша. Бинго. Ахметке сұрақ.
әріпті көреміз, әдемі қылып жазамыз. Өте тамаша, отырамыз. Ары қарай кеттік. Бинго жалғасуда. Бинго қазір қай саны түседі екен? Мұқият қарап отырайық. 4 саны түсті. Бинго деді. Қазір Ясинаға сұрақ қоямыз. Ал кеттік. Дыбыс дегеніміз не? Дыбысты естиміз, ауызбен айтамыз. Өте жақсы. Отырамыз. Ары қарай қандай сан шығады, сонадан бинго деп айтып көрсінші, оны айтайық. 7 саны. Бұңға бөліп оқы. Қандай сөз шықты? Арала. Келесі. Қолымыздағы сандарды қарап отырамыз. 2 саны түсті. Нені 2 саны? Бинго. Қазір саған сұрақ қоямыз. Сөздің ортасында р дыбысы кездесетін сөз ойла дейді. Ортасында р деген әріпі бар, бізге сөз айтамын. Қандай сөз бар? Сөздің ортасында кездесетін. Ойланып отырмын. Сөздің ортасында кездесу керек. Р деген әріп. Мұхамеджан, ойланып отырамыз. Иә? Кім көмектеседі Мединаға? Ара. Зымыра. Ара. Тағы қандай әріптен Айзере? Зымыран. Зымыран дегенде р дыбысы қай жерде? Ортасында, дұрыс айтасыңдар. Отыра ғой. Ары қарай бинго жалғасады. Қараймыз. 6 саны кімде? Бинго. Жан сезімге түсті. Не түсті? Не түсті? Подарка түсті. Сюрприз дейді. Дұрыс айтады, сюрприз. Бүгінгі біздің сюрпризіміз жан сезімге қандай әріпті бастапты? Деген әріпті бастапты. Алманың пішіні қандай? Түсі қандай? Дәмі? Жан сезімге тәтті болып жүрсін деп не береміз? Алма береміз. Өте жақсы. Жан сезім орнына отыра ғой. Жан сезім сұраққа жауап бермейді. Себебі жан сезімге сыйлық, подарка. Дұрыс айтасыңдар, сыйлық түсті. Жақсы балалар. Балалар, қазір мен сіздерге ер балаларды тақтаға шығарып, мына жерде тұрған аралардың үстіндегі әріптерді табу арқылы ара ойынын ойнатамын. Ес бол шығар ғой. Мен қандай әріп айтам, сол әріптің үстіне ұрасың. Қолың аса, менің қолымда сапалақта. Мен бір әріп айтам, соның үстіне ұрасың. А деген әріп тауып көрші. Дұрыс па балалар? Марапаттаймыз. Келесі Айсұлтан келе ғой. Айсұлтан мына жақта да бізде аралар ұшып жүр, сондықтан мұқият боламыз. Жақындаймыз. У деген әріпті тауып бере ғой бізге. Дұрыс па балалар? Өте тамаша Айсұлтан. Келесі маған шығады, Мұхамеджан шығады. Мұхамеджан бізге р әріпті тауып бере ғой. Р әріпі. Ой, молодец. Дұрыс па? Келесі Арсен шығады. Арсен бізге табады. Кешегі өткен н әріпін бізге тауып бере ғой.